Енді біріншіден зейнетақы қорында жиналған қаражат бұл халықтың қаражаты. Оның жинаудың мақсаты бұл біздің болашақ және де қазіргі зейнеткерлерімізді лайықты зейнетақымен қамтамасыз ету. Ал егер үкімет осы қорда жинаған ақшаны арзан ставкасымен, яғни төменделген табыспенен түрлі өзінің жобаларына жұмсап отырса, бұл деген осы халықтың осы зейнетақы қоры арқылы жинаған қаражаттың табысын азайту. Яғни егер негізінде осы зейнетақы қорында жинаған қаражатты қолдануымыз керек, инвестицияға салуымыз керек. Бірақ олай болса, ол нарықтық экономикасының талаптарына сай, яғни кемінде бұл жобаларға алынған қаражатты үкімет төмен ставкасымен емес, кемінде осы ұлттық банкінің ресми осы базалық мөлшерлемесімен алу керек. Қазір кезде 15,75% ставкасымен алу керек. Ал қазір үкімет бұл қаражатты қай шартымен, қандай ставкасымен алып отыр деген ақпарат жоқ. Өкінішке қарай, мысалы ұлттық қорынан алған кезінде біз білеміз ғой, бюджет қарастырғанда, олар өте төмен ставкасымен алып отыр. Яғни ұлттық қорының қаражаты болсын, зейнетақы қорының қаражаты болсын, олар сол осындай инвестициядан, осындай жобалардан тиісті нарықтық экономиканың талаптарына сай табысын алмай жатыр. Яғни бұл жерде үкімет, шын айтсақ, өзінің олқылықтарды осы біздің болашақ зейнеткерлеріміздің есебінен жабайын деп жатыр. Сол үшін біздің партиямыз соған қарсы. Жақсы, түсіндім. Енді экономист мырзаны сөйлетсек, Мақсат мырза, айтыңызшы, жаңа Азат мырза айтты, ол базалық пайыздық мөлшерлемеге сәйкес болу керек деп. Ол енді бізде шамалы түсті, 16%-ға жуық. Ал дәл қазіргі кезде бізде осы зейнетақы қорындағы ақшадан табыс көріп отырған көшбасшылардың бірі Халық Global Markets компаниясындағы кіріс бар болған 4,19% ғана. Бұл енді тіптен өте аз көрсеткіш қой, 4-тен 1 бөлігі ғана. Неге мұндай айырмашылыққа жол беріп отыр? Жақсы сұрақ қойып отырсыз. Егерде бұлай тарихқа қарайтын болсақ, байқасаңыз, осы зейнетақы қорына төленетін біздің әрбір азаматымыз соған міндетті түрде өз жалақысының 10% төлеп отыр ғой. Бұл не ғой, әрбір азамат үшін бұл оның еркіне байланысты емес, таңдауына байланысты емес. Бұл мемлекет оған салған міндет ретінде атқарылып жатқан дүние. Сондықтан негізінде енді мемлекетпенен азаматтар арасындағы қарым-қатынастың философиясына келсек, міндетті төлемдер деген бұл деген салықпен пара-пар нәрсе. Тіпті біздің салық кодексіміздің басқа екінші аты бар, салық және басқа да міндетті төлемдер туралы заң. Яғни осы зейнетақы қорына жинайтын төлемдері деген бұл негізінде салықтың бір түрі деп айтуға болады. Ал оның үстінде былтырғы жылы есіңізде бар болса, кейбір азаматтарға осы жинаған, енді бір жалпы азаматтарымызға жинаған, осы зейнетақы қорында жинаған қаражатты тұрғын үй алуға, болмаса емделуге жұмсауға рұқсат берілді. Сонда да, егер адамдар осы несіне жайын асадық дейді ғой, содан көп алса, ол соның үстінде осы салық салынған болатын. Яғни, мемлекет бұл жерде осы міндетті түрде төленетін төлем үстінде салық алғысы келеді. Және де сонымен қатар, қазір осы сияқты инвестициялық кіріс деп отырмыз ғой, қандай бір жобаға салынса да, сол жобалардан алынатын табыс болса, сол табыс үстіне де мемлекет салық алғысы келіп отыр, алып отыр қазір кезде.
Біздің ойымызша, Ақ жол фракциясының ойынша, бұл қате, бұл методологиялық қате деп білеміз. Соның себебі, тағы да айтамын, міндетті төлемдерге бұл салықтың бір түрі. Оның үстінде салық алу деген, бұл салыққа салық салу деген сөз. Сондықтан біз осы салық өтінішті алған кезінде, осы зейнетақы қорына жіберген төленген төлемдер үстінде салық салмауды, және де осы зейнетақы қорына жинаған оған осы инвестициялық жобалардан түсетін табысты да салықтан босатуды біз талап етіп жатырмыз. Себебі қазіргі дәл осы жағдай сияқты. Бұл қаражатты үкімет азаматтардан сұрамай, азаматтармен ақылдаспай, өз таңдауы бойынша жұмсап отыр ғой, пайдаланып отыр. Ал егер менен мысалы, тіпті бұл ақша менікі болса, менен сұрамастан бұл ақшаны біреу қолданып отырса, не үшін мен содан салық төлеймін керек? Меніңше бұл дұрыс емес. Бұл жерде тіпті қазір қарасаңыз, экономист мырза өте дұрыс айтып отыр. Біз тіпті тиісті осы азаматтарымызға тиісті, лайықты, табысты да қамти алмай, оның үстіне де салық салуда, енді біз деген мемлекет салық салуда да тырысып отыр. Тіпті кейбір кезде, есіңізде бар болса, кейбір жылдары осы зейнетақы қоры отрицательная доходность, яғни таза енді зиянды да көрсетті ғой. Оның үстіне де салық салып отырды ғой. Меніңше бұл дұрыс емес, бұл әділетті емес. Біздер бұл жүйені, бұл жалпы, бұл тәртіпті өзгертуіміз керек, және де осы зейнетақы қорының ішіндегі жиналған қаражатты түгелімен салықтан босатуымыз керек. Яғни бұл жерде біздің азаматтарымыздың ешбір кінәлі жоқ. Олармен ақылдаспай, олардан сұрамай, тіпті рұқсатын сұрамай, үкімет өзінің кемшіліктерді, өзінің экономикалық саясатындағы олқылықтарды жабуға жіберген кезінде әрине бұндай одан түсетін пайдасынан салық олар алмау керек деп білеміз. Мен кішкене басқаша айтайын, сіздің осы сұразы емес, қазір мақсат әріптесіміз өте дұрыс айтты. Біздің үкіметіміздің осы бір әдетке айналған нәрсе, қайта-қайта ұлттық қорының қаражатына қол сұғып, пайдалану. Ол дұрыс емес. Негізінде біздің бюджетімізде, мемлекетімізде түрлі басқа ресурстары бар, резервтері бар. Бұл резервтерді мен білмеймін, неліктен үкімет қайта-қайта оларға дұрыс мән бермей жатыр. Біз мысалы жақында ғана бюджет, осы 3 жылдық бюджет талқылағанымызда мәжілісте жол фракциясы өз көзқарасын білдірді, және де кемінде 3-4 нақты ресурстарды көрсетті. Мысалы бізде квазимемлекеттік сектор деген, осы ұлттық компаниялар, мемлекеттік холдингтер, олар білесіз бе, біз 20 жыл бұрын оларды не үшін, осы квазимемлекеттік сектор не үшін құрдық? Осы мемлекеттік меншігіндегі бар өндіріске, жалпы түрлі мекемелерді дұрыстап бизнес ретінде басқарып, мемлекет табатын табысты көбейту үшін құрдық. Дұрыстап оларға мынандай қолға босандық бердік, істей берсін деп, табыс тапсын деп. Бірақ әліге дейін 20 жыл өтсе, олар табатын табысты өз қалтасына салып, ал бюджетке бір тамшылап ғана қаражат қайтарып отыр. Мысалы, соңғы 5 жыл ішінде осы квазимемлекеттік сектор тапқан таза табысын көлемі 5 триллион 700 миллиард болды. Ал бюджетке олар қайтарған сомасы 600 миллиардтай, яғни 10% ақ. 10% ақ осы квазимемлекеттік секторын тапқан табысы бюджетке қайтарылды, осы түрлі мемлекеттің бағдарламаларға, әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға арналған қаражатқа. Ал 90% тапқан табысын, яғни осы 5 триллионды 5 триллион теңгені осы ұлттық компаниялар, мемлекеттік холдингтер өзінше, өз таңдауы бойынша жұмсап отыр. Ол қаншама дұрыс? Бұл резерв емес пе үкіметтің қолындағы? Екінші мәселе, бұл салық саясаты. Бізде, мысалы, банкты айтайын. Банктер НДС салығын мүлдем төлемей жатыр. Босатқан содан. Ал КПН, яғни корпоративтік табыс салықты олар шағын және орта бизнес сияқты 20% төлеп отыр. Ол қаншама әділетті. Бүкіл біздің халқымыз, әрбір кәсіпорын оларға қарыздар болып отыр. Олар кез келген азамат дүкенге барған кезде бір булка нан алғанда, бір пакет сүт алғанда да
осы товарлардың бағасының ішіндегі осы кәсіпкерлер төленетін несиенің несі құндылығы бағасы бар. Яғни бүкіл біздің халқымыз осы банктерге төлеп жүр. Ал банктердің үлесі, осы бюджетімізге қосылатын үлесі ауыл шаруашылығымен бірдей. Бұл қаншама дұрыс, қаншама әділетті. Дамыған мемлекеттерде банктер ең үлкен салық төлеушілер. Ал бізде олар, көрдіңіздер ме, салықтан босатылған, сондықтан бізде біздің салық саясатымыз кедейлерді ары қаратай кедейлікке итермелеп отыр. Ал байларға ары қаратай баюға мүмкіндік беріп отыр. Ол меніңше дұрыс емес. Осы сол үшін біздің ойымызша жарайды енді төлемесе, бірақ табыс, корпоратив табыс салық оларға кемінде 2 есені көбейту керек. Мүмкін одан да көп. Одан кейін мына біздің сыртқы инвесторлар деп отырмыз, иә? Біздің табиғи байлығымызды қолданатын, бұл не дейміз, мұнай болсын, газ болсын, металдар болсын. Олар НДС төлесе де, бірақ экспортта шығарғаннан кейін біз, мемлекет, оларға сол НДСті қайтарып отыр. Осы шағын және орта бизнес жиналған салықтан оларға қайта төленіп жатыр. Ол қаншама дұрыс. Меніңше осы шикізат ретінде біздің табиғи байлығымызды шығаратын несі салық не дейміз шетелдік инвесторларға біз дұрыстап салық саясатын қайта қарастыруымыз керек сияқты. Біз былтырғы жылы ғана мына референдум арқылы конституциямызға 6-шы бапқа өте дұрыс бір норманы кіргіздік қой. Жер және жер қойнауының иесі Қазақстан халқы деген нормасын кіргіздік. Ал неліктен сол норманы іске асырамай жатырмыз әлі дейді. Үшінші резерв деп айтайын. Бұл СРП, яғни өнімді бөлу келісімдер. Сол бойынша мына ең ірі 3 біздің жобамызда Қашаған, Қарашығанақ, Дунга сияқты жобаларда Қазақстанның үлесі түрлі. Бұл келісімдер, келісімшарттар әліге дейін құпия болып отыр. Бірақ түрлі осы бақтарда жариялаған ақпарат бойынша ол жерде Қазақстан алып отырған табатын табысы 2%-тен 20%-ге дейін ақ. Бұл не деген, біз енді Қазақстан халқы осы табиғи ресурстарға ие болып отырғаннан кейін, бұл не деген иесі, егер ол өзінің байлықтан тек 2-20% ғана алса. Меніңше бұл шарттарды біз қайта қарастыруға міндеттіміз деп білемін. Төртінші ресурс деген, бұл жемқорлықты азайту. Қаншама қаражат бізде түрлі, шын айтсақ, түрлі жолдарменен ұрланып жатыр, және де не дейміз, нәтижесіз жұмсалып отыр. Мысалы, мен осы бюджет талқылаған кезде бір мысал келтірдім, бір неде Павлодар облысында бір мектеп салуды несін көлемі 58 миллион болып шықты, ана кішігірім мектеп, 100 оқушыға дейін. Ал көрші ауылда дәл осындай мектеп 350 миллионға болып шықты. 7 есе қымбат. Қанша бір бұл біздің бюджетіміздегі не дейміз, жоспарлау жұмыстарын дұрыс емес екенін көрсетіп отыр. Және де жалпы осындай түрлі алаяқтыққа мүмкіндіктері әліге дейін бар екенді көрсетіп отыр. Яғни, меніңше, біз негізде тағы айтам, негізде Қазақстан өте бай мемлекет. Қазақстанда біздің экономикамыз негізде мықты. Бірақ сол экономикамызды біріншіден дұрыстап басқару керек. Екіншіден, біз осы экономика табатын табысқа да дұрыс мән беруіміз керек. Орындауын тексеру керек. Жалпы дұрыстап қадағалап, қолға алуымыз керек. Әйтпесе үкімет қайта зейнетақы қорынан, ұлттық қорынан қаражат алуға мүдделі болып отыр, ал қолындағы бар байлыққа дұрыстап мән бермей отыр. Аудит міндетті түрде керек. Ол бір екіншіден мен тағы да айтамын. Негізінде осы зейнетақы қорына жинаған қаржыны пайдалану керек. Бұл қаражат расында да елімізге қызмет ету керек. Бірақ сонымен қатар жай жұмсау ғана емес, бірақ осы біздің зейнеткерлерімізге де табысталып келу керек бұндай инвестиция болса. Мен осы базалық мөлшерлемесі жөнінде не үшін айтып отырмын? Мысалы, мемлекет, ұлттық банкіміз жеке банктерден ақша алған кезде, ол осы базалық мөлшерлемесімен төлейді ғой оларға, 16-15%. Бірақ сонымен қатар біздің мемлекетіміз осы банктерді құтқаруға кезінде жіберген миллиардтаған ақшалар бөлді. Ақшаны әліге дейін қайтара алмады ғой. Яғни біз оны бір қолымен онсыз да триллиондап ақша беріп отырмыз. Екінші тарапынан олардан
қарызға ақша алған кезде де осындай биік ставкамен ақша несін табысты төлеп отырмыз. Ал немене халық, біздің халқымыз сонда банктерден кем, қай жағынан кем екен? Өте дұрыс пікір айттыңыз. Көп рахмет, Азат мырза. Сәлден соң дәл осы